Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге бұқпа істеп көрсететін боламын. Шекпен қарыннан жасалады. Бұл үшін бізге пияз, чеснок, сәбіз, картошка және шекпен қарын керек. Барлығын бізде пияз, чеснок, сәбізді кубиктеп тураймыз, ал картошканы ұзынша алып. Бізге ең басты қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, тұз керек. Осылардың барлығын алдын ала бір ыдысқа салып араластырып алыңыздар. Сол кезде ыңғайлы болады. Жарты қасық паприка, жарты қасық қызыл бұрыш, жарты қасық қара бұрыш, 2 қасық тұз салынады. Және томат қосылады. Томатқа да кішкене су араластырып, алдын ала араластырып алған дұрыс. Барлығын осылай салып араластырып алыңыздар. Және келесі алдымен біз қарнымызды қуырып аламыз, сосын сәбізімізді, пиязымызды, картошкамызды салып, бірінен кейін бірін салып, осылай қуырып араластырып тұрамыз. Асты жабысып қалады. Томатымызды салып араластырамыз және үстіне су құйып бастыратын боламыз. Осылай сулы болған әдем болады. Құрғақ болса, ол асты жабысып, онша болмай қалады. Ұнаса лайк басып